Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айжан. Осы жолы мен сіздерге киндер молочный ломтик тортын жасауға кеңес беремін. Бұл торт өте керемет торт болып шығады. Ол үшін бізге қажетті заттар жұмыртқа, қант, тұз, ванилин, қопсытқыш, ұн және какао. Бұл торттың толық рецептісін описание бөліміне толықтай жазып өтетін боламын. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз, үлкен масса болғанынша. Сіздер білесіздер, балалар барлар білет, киндер молочный ломтикта екі бисквит ортасында зефирға ұқсайтын крем болады, прослойкасы. Мен торт жасағаннан кейін 3 бисквит жасадым. Кремі де, бисквиті де өте нәзік, үлпілдек болып шығады. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Қопсытқышымызды ұнға салып, лопаткамен араластырамыз. Жаңағы жұмыртқаның массамыз төмен түсіп кетпес үшін, бисквитіміз пышный болып шығу үшін. Осылай мені лопаткамен араластырып, 3 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз формада. Енді мен желатинға су құйып қалдырып қойдым. Енді крем жасауға кірістім. Ол үшін бізге творожный сыр, қойытылған сүт екеуін миксерлап аламыз. Жақсылап миксерлап аламыз. Осы кезекте бисквитімізді 3 бөлікке бөліп пісіп жатыр духовкамызда. Осылай бір келке етіп жасап аламыз кремімізді. Бисквиттің піскен піспегенін зубочисткамен тексеріп көрсеңіздер болады. Бұл бисквитті промочка жасап, үстіне тағы да сироп жағудың қажеті жоқ, влажный дәмді болып шығады. Енді бізге клейгей қажет 33%-тен жоғары. Жақсылап араластырып аламыз бұл массамызды. Осы кезекте жаңағы ісіген желатинімізді водяной баняға қойып, ертіп аламыз сұйық болғанынша. Кремімізді миксерлап отырып, жаңағы сұйық болған желатин массамызды құйып шығамыз да жақсылап араластырамыз, миксерлап аламыз. Осылай креміміз дайын болады. Жақсылап араласқаннан кейін дәмі нағыз киндердің дәмі. Жақсылап араластырып аламыз креміміз объемный болғанша. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Негізі бұл тортты кольцода жинаған жөн. Менде кольцо болмағаннан кейін және уақыт тығыз болғаннан кейін тез жасадым. Бірақ дәмі одан еш өзгерген жоқ. Осылай ортасына крем салдым. Содан соң үстіне салып тортымызды жинап алдым. Міне осылай болып шықты. Сіздер өздеріңіздің қалағандарыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен шоколад құйдым. Тез әрі оңай рецепт.